Бүгүнкү видеода YouTube'ду баштоо үчүн эмне керек деген суракка жооп алатын боласыздар. Видеону соңуна дейин караңыздар, соңунда керемет жаңылык айтатын болом. Салем құрметті көрермендер, құрметті достар. Мен есімім Венера Жадкер кызы. Бүгүнкү видеонун тақырыбына көчсөк, алып кеттик. Ютубер болуу үчүн бизге кымбат камера, керемет мыкты команда және де кымбат ноутбук керек деп ойлап калмаңыздар. Бизге ойлап калмаңыздар. Бизге карапайым сотка керек. Android болсын, iPhone болсын, кайсы болса да маңызды эмес. Және де билим керек. Яғни сіз ютуберден білім алу керексіз. Өз жолымен өткен үйрететін, тәжірибелі, практикада қолданып көрген сол білімді алу керексіз. Яғни білім не үшін керек? Егер сіз мысалға білімсіз бастасаңыз, ютубта ненің қай жерде екенін түсінбейсіз, біріншіден настройкаларын түсінбейсіз, және де правилалар бар ютубтың өзінің. Сол правилаға тіреліп қалған уақытта сіз монетизациядан өтпей қаласыз. Яғни правиланы бұзып, өзіңіз білімсіз бастасаңыз, ол кезде монетизация табысқа жетпей қалуыңыз мүмкін. Ал егер сіз біліммен үйренетін болсаңыз, қазір онлайн да бар, офлайн да бар. Онлайн тиімдірек, өйткені үйде отырып оқисыз, оны да соткамен оқисыз. Егер сіз курс оқып, яғни білім алып, сосын барып үйренетін болса, сонда монетизацияға жетесіз. Мен өзім бірінші білімсіз бастап көрдім, монетизацияға жеткеннен кейін менде YouTube деген отклонить етті, яғни YouTube деген мені монетизациядан өткізбей тастады. Содан кейін курс оққаннан кейін менің нәтижелерім жақсы бола бастап, табысқа жеттім десек болады. Қазір монетизацияны табыс тауып отырмын. Ал соткадан қарапайым, яғни Android или iPhone болса болады. Соткадан, яғни видео түсіруге болады, соткадан фото, соткадан интернеттен ақпараттар аласыз. Барлығын соткамен жасауға болады. Ютубер болу үшін айдан алып басқа нәрселер алудың керегі жоқ. Адамдар қайталап жатқан нәрсені де қайталауыңызға болады. Қымбат бір ештеңе керек емес. Өзіңіздің қарапайым қолданып жүрген соткаңызбен де болады. Осы сіздерге жеткізгім келгені, түсіндіргім келгені. Егер жаңағы жақсы монетизация жетіп, жақсы табыс тауып жатыр, кейін камера алғым келеді десеңіз, онда ол өз еркіңіз. Камерамен де түсіруге болады, қарапайым соткамен де монтаж жасауға да барлығына да болады. Ол кейінге тапсыр. Ең бастапқы ютубер болу үшін білім және сотка керек болады. Сіздермен болған Венера Жадкер қызы. Сіздерге керемет жаңалығым, ол лайктайм болып жатыр. Бізде лайктайм командасы бар. Ол жерде сіз каналыңызға просмотр және подписчик жинай аласыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келесі видеода бұдан да пайдалы ақпараттар беремін деген ойдамын. Сондықтан да достарыңызбен бөлісіп, каналыма тіркеліп алып, видеоны жоғалта алмас үшін, және де лайк басып, егер ұнаса, және колокольчикті басып қойыңыздар. Колокольчикті басып қойсаңыздар, менің видеомды бірінші болып үнемі көріп отырасыздар. Сау болыңыздар.